Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен осындай керемет үлпілдек болып шығатын және басылып қалмайтын пигодилар дайындайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, видеоны аяғына дейін қараңыздар. Алдымен таза ыдысымызға сүтімізді құйып алып, артынан жылы суымызды құйып, ашытқымызды саламыз. Одан кейін шекерімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Ыдысымыздың бетін жауып 10-15 минутқа қойып қоямыз. Бізде осындай шапка пайда болды. Осы апарамыздың үстіне ұн салып, тұз салып, жақсылап қамыр илейміз. Енді қамырымыздың көтерілгенін күтеміз. Қамырымыз көтерілгенше біз салмасын дайындаймыз. Тартылған етімізге жуаны, капустаны барлығын майдалап турап, үстіне тұз, бұрышын салып, жақсылап қолмен араластырамыз. Біздің қамырымыз көтеріліп дайын болды. Енді осы қамырымызды осындай домалақ формаға келтіреміз. Қамырымыздың көлемін қатты үлкен етіп алмаңыздар. Сіздерге пигодидің түйілу жолын көрсететін боламын. Осылай қамырымызды алып, салмасын салып, бір шетінен бастап, видеодағыдай түйетін боламыз. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы да бір рет түйіп көрсетіп жатырмын. Сіздерге пигодидің екі түрлі түйілу жолын көрсететін боламын. Бұл екінші түрі, осы видеодағыдай түйсеңіздер де болады. Барлық қамырымыздың салмасын салып, осылай түйіп болғаннан кейін пигодиімізді мантаваркамызға орналастырамыз. Мантаваркамыздың ең астыңғы бөлігіне салқын су құйып, шамалы тұз салып, газымызге орналастырып, 40-45 минут уақытта пісіреміз. Қараңыздар достар, біздің пигодиларымыз дайын болды. Басылып қалмаған, ыстық күйінде тұр осы кезде. Ортасы сочный болып піскен. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Менің рецептім ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Сіздермен болған Айзада ас болсын.